Қатал тағдыр соңына дейін көріңіздер, өте қызық. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сәуле мен қызы нағашы әжесінің үйіне келді. Анасы байғұс жүрегі жарылардай боп қуанды. Қай күні өмірден өтерім де белгісіз деп үйін Сәуленің атына жазып қойған еді. Сәуленің жағдайын көрмесе де іштей білетін ана байғұс әрбір намаз оқығанда Сәуленің амандығын тілейтін. Таңшолпанда намазға бет бұрып, әр күнін әжесімен арнасына арнап, кеште болса анасын жолықтырғанына риза еді. Бұл күндері алғашқы махаббаты Жандосқа елге оралған соң, ата-анасы өздері сияқты бай бақуатты отбасының қызын келін қылып алып берген еді. Алайда келіні көкбет, көкірек болып шықты. Тіпті Жандостың әке-шешесін сыйламайтын. Жұмыс барысымен қалаға көшкен Жандостың отбасы ұлы жоқта келінінен әбден қорлық көрді. Шыдамаған ене келініне қол көтермекші болған еді. Келіні енесінің қолын шап беріп, қайыра өзіне бас салды. Баласының бақыты үшін үнсіз қарт қай жерде қателестік екен деп ойлануда. Таңшолпан оқу-оқымаса өз ісімен айналыса бастады. Бастапқыда көршілеріне пирог, торттар сатып, мақтау сөздер еститін. Кейіннен дүкендерге қоя бастады. Дүкен иесі қайта тапсырыс беріп, кәсібі дөңгелене бастады. Бірте-бірте көтеріліп, анасы кредит алып берген сол ақшаға кішігірім шағын кондитерлік өнім сататын дүкен ашып алды. Күннен күнге кәсібін ұлғайтқан Таңшолпан зәулім үй салып, әжесі мен анасына күтуші жалдайтын болған. Бұрынғы жақтырмайтын әпкелері бетіне күле қарайтын болған. Жылдарда өтіп жатыр. Әрбір көктем келген сайын өзін жалғыз сезінетіндей қаншама жігіттер сөз салды, бірақ ешбіреуіне де қарамады. Бір күні Таңшолпанның жұмыс орнына Қанат келді. Өзі түрінен түр қалмаған, әбден азып кеткен. Ал бұл кезде Таңшолпан сұлуланып, ажарланып, көрген жанды бірден баурап алатын еді. Қанатты күлімдеп қарсы алды. Қанат өткен қылықтары үшін кешірім сұрап, мүмкін болса қайта табысайық дегенде Таңшолпан: "Жоқ, мен сені кешіре алмаймын. Сен сол күні мені баламнан ғана емес, мәңгілік ана болу бақытымнан да айырдың. Егер мені шын сүйсең, мені қайтып мазалама", деп іші қанжылап тұрса да, Қанатты көргісі келмей теріс қарап кетті. Шындықты Қанат кафеде ішімдік ішіп отырған кезінде анасының жіберген фотосындағы жігітті көріп, жағасына жармасып, қылқындырып: "Менің әйеліммен шынымен әуейі болып жүрсің ба? Ішіндегі бала сенің балаң ба?" деп жағасына жармасып қылқындырғанда, жігіт қорыққаннан бәрін жайып салған еді. Күндерде Қанат анасына ренжіп, басқа қалаға кетіп өмір сүріп жатты. Анасы болса ауылда қу тізесін құшақтап, жалғыз өзі өмір сүріп жатты. Таңшолпанның алғашқы махаббаты Жандос қанша жыл өтсе де балалы бола алмады. Тексеруден өткен соң, өзінің белсіз екені анықталған соң, оны келіні атасы мен енесіне айқайлап тұрып айтқанда, Жандос намыстанып өз-өзіне пышақ тықты. Көз жасын көл қылған әке-шеше дереу ауруханаға жеткізді. Дәрігерлердің айтуынша тірі қалуы екіталай еді. Қазіргі таңда Жандос пен Таңшолпан отау құрып, балалар үйінен бала асырап алды.
бақытты отбасы әрбір күніне шүкіршілік етуде. Сүйген құлына Алла барлық қиындықты береді екен деп кейіпкеріміз әңгімесін аяқтады. Соңы. Достар, алдағы уақытта көптеген аудио әңгімелер шығаратын боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.